Трейдинг арқылы қалай стабильно айына миллион теңге табуға болады. Жалпы осы бүгінгі біздің тақырып, соны сіздерге ашып көрсетейін. Ескерту енді, сіздер күнде Reels көресіздер, TikTok көресіздер, өздеріңізге уақыттарыңызды жұмсамайсыздар да, ал басқа керек емес контенттерді көруге сіздер сағаттап 5-6 сағаттарыңыз құртасыздар күнде. Енді сол үшін де тыныш жерге отырып, өзіңізге бір 15 минутыңызды арнаңыз. Пайдалы ақпараттарды вообще түртіп отырғаныңыз дұрыс болады. Және де бүгін ештеңе сатылмай, толық информацияға толы видео болады. Яғни ештеңе мен сатпаймын. Просто сіздерге жақсы информация беруге тырысамын. Соңына дейін көрген адамдарға бір эксклюзивный енді сыйлық бар. Сол үшін де соңына дейін көруге тырысыңыздар. В целом, не үшін мені тыңдауларыңыз керек? Менің атым Ерназар Мирас, 5 жылдан астам тәжірибесі бар трейдермін, және де осы 5 жылдан астам 2020-дан бері трейдинг саласымен айналысып келеміз. В целом, отбасыма коттедж сыйладым, эксклюзивный, өте қымбат, үлкен үй сыйладым, одан бөлек 3 көлік сыйладым. Осы 500-ден астам мықты трейдерлар шығардық, оларға біз өзіміз үйреттік, өзіміз жол көрсеттік, және де в целом айына где-то бізде трейдингтан, наверное, вот когда ты зафиксировал, 30 000 доллар как минимально шығады, как минимально. Әрине, убыточный айлар болмайды емес, болады кейде, өте редко болады. Но в целом алсақ осылай. Енді жалпы енді трейдинг деген ол оңай нәрсе ма? Кейбіреулер трейдингті енді өте қиын деп ойлайды, кейбіреулер наоборот в целом казино деп ойлайды. Негізінде мүлдем олай емес. Трейдинг это как профессия, кәдімгідей профессия, как бизнес. Және де енді мысалы басқа бизнестерде сен басқа біреуге зависим боласың. Яғни сен мысалы товаркамен айналысасың, сен логистикаға зависимсің, сен басқа сатушыларыңа зависимсің, товар өртеніп кетуі мүмкін, тағы да басқа нәрселер болуы мүмкін. Ал именно трейдинг саласында сен тек қана өзіңмен өзің жұмыс жасайсың. Яғни сенің алдында рынок тұр, болды, сен сонымен ғана жұмыс жасайсың, және де гүл болып жүрген бизнесмен жерден әлде қайта көп табыс табуға болады. Және де ол жерде саған команда ешкім керек болмай, сен жалғыз өзің отырасың, рынокта отырасың, ашасың, сделкаңды жабасың, сонымен в целом осындай процесс болады. Енді трейдингтегі енді мықты нәтиже жасау үшін в целом не істеу керек? Әрине, ол сенің дұрыс білімің болу керек, дұрыс стратегия болу керек, дұрыс наставниктарың болу керек. Және сол дұрыс қойылған білім арқылы мықты стратегияны жасап, және сол стратегияларға негізделе отыра бір система құру керек. Яғни мысалы менде стратегия бар, мен сол стратегияға арқылы риск менеджмент қоямын, яғни рисктарды управлять етемін, көп ақша жоғалтып алмас үшін. Осылай барлығын бірге құрап, сол арқылы осылай торговля бізде жүреді. Жалпы енді қанша ақшамен трейдингті бастаған дұрыс? Өзі көп адам ойлайды, трейдингті бастау үшін как минимум бір 10 000, 100 000, 200 000 доллар керек деп. Жоқ, олай емес. Менің ойымша кез келген адамның қалтасында 100 доллар табылады, ол 50 000 теңге. 50 000 теңге мен ойымша табылады. Және де енді сізде қалтаңызда 50 000 теңге табылады, сізде мықты стратегия бар, мықты система бар, торговый опыт бар, и сіз не істейсіз? Сол 100 доллармен екі вариант жасауыңызға болады. Ол 66 долларға 10 000 долларлық вот проп счетты сатып алу, ол туралы қазір кейінірек айтып беремін. Қалай 66 долларға тест сатып алып, соның өту арқылы қалай 10 000 доллар алуға болатын жайлы. Және де екіншісі ол бізде реальный счетмен торговля. Айына осылай торговать ететін болсаңыз, қалай болады в целом айтып берейін. Вот бірінші жол енді разгон депозита. Разгон депозита дегеніміз ол бір айда күн сайын 20% қосып отыруыңыз керек. Яғни сіз мысалы бір айда 20 торговый ден болады. Өйткені суббота, воскресенье рынок жұмыс жасамайды. Оның бәрін алып тастасақ, осы бір айда сен 20 күн торговать етесің. Сол 20 күнде күн сайын 20% депозитіңе қосып отырсаң, сол 100 долларың бар, 100 долларыңа күнде 20% қосып отырсаң, сол 20 күннің соңында қанша ақша сенде пайда болады? Сол туралы айтайыншы, міне қараңыздар. 1 956 000 теңге, немесе 3833 доллар. Енді ойлаңыздар, менің ойымша прям өте жақсы ақша. Яғни 50 000 теңгеден 2 миллион теңге жасау, ол возможный нәрсе. Оны сіздерге мен қазір таблицамен доказать етіп көрсетейін. Ол бізде уже сила сложного процента деп аталады. Яғни қараймыз, күн сайын осы күндік өсім, мысалы жалпы сомасы, сенде 100 доллар бар ғой, бірінші күні 20 доллар қоссың, 120 доллар болды. Екінші күні уже 24 доллар қоссың, 120 доллардың үстіне 144 доллар болды. Сөйтіп, мысалы бір апта 7 күн деп санасақ, уже 59 доллар қоссың, 358 доллар болды. Что-то медленно, Что-то медленно. 3 000 долларға жету қиын болып бара тұр ғой дейсіз. Бірақ та енді айдың соңында қарайтын болсақ, яғни 20 күннен кейінгі сенің табысыңа қарасақ, ол бізде уже 3833 доллар таза пайда. Ойлаңыздар, 3833 доллар сенің пайдаң. Ол бізде почти 2 миллион теңге. Ал сен оның бәрін 50 000 теңгеден бастағансың. Және де ол 20% жасау негізі қатты қиын емес. Өйткені сен дұрыс стратегия қолданып отырсың, это во-первых. Во-вторых, сен просто 20% қосасың депозитіңе. Әрине рискті үлкейту керек болады.
конечно. Бірақ та бұны жасау в целом возможно, және де біздің көптеген студенттер жасап отыр оны. Мен сіздерге қазір ол туралы да кішігірім айтып кетемін. Енді ол барлығы оңай деп қиын деп ойлауым мүмкін. Сол үшін де мен екінші вариант сіздерге ұсынамын. Екінші вариант ол бізде проб компания арқылы счет алу. Яғни мысалы сіздер мында көріп тұрсыздар, $66 тұрады. $66 тұрады. $10,000 тесті, сен мысалы өзіңді профессиональный трейдермін дейсің, саған енді бірақта жақсы ақша керек та бастау үшін. Соған сен $66 просто тест сатып алуыңа болады. Сол тестті өту арқылы сен $10,000 реальный счет ала аласың өзіңе. Оның қалай жұмыс жасайтынын айтып берейін. Вообще проб компанияда екі фазадан тұрады. Саған $10,000 мысалы демо счет береді. Сол тестте демо счеттан өту керексің, саған демо счет береді. Бірінші фазаға $10,000 демо счет берді. Сенің целің 8% таза пайда табу. 8% ол бізде $800. $800 $10,000 демо счеттің үстіне $800 таза пайда таптың ба, саған екінші фазаға өткізеді, екінші этапқа өткізеді. Ол жерде саған тағы да $10,000 новыйдан демо счет береді. Саған айтады 5% жасап бер, яғни $500 осының үстінен таза пайда тауып бер дейді. $10,000 үстіне $500 табу негізі қатты қиын емес, өздеріңіз оны білесіздер, жасап жүрген адамдар. И сол арқылы сізге соны өтіп болғаннан кейін сізге реальный $10,000 счет береді. Ол ақшаны әрине сен оны шығарып ала алмайсың, ол ақшаны. Ол по сути сенің ақшаң емес, саған просто как инвестиция ретінде берілген ақша. Енді оны қалай жасайсың? Ол жерде сенде доля болады 80%, яғни сен $10,000 үстіне мысалы 2 аптаның ішінде немесе 1 айдың ішінде $1,000 таза пайда қоссаң, сол $1,000 $800 сенікі. Сол $1,000 $800 сенікі болады. Ол бізде 80% доля. Ал 20% ол проб компанияға кетеді. Жалпы сол арқылы проб компаниялар өздеріне өте мықты трейдерларды жинап, сол мықты трейдерлармен бірге жұмыс жасап, оларды финансировать етеді. Әрине $10,000 ғана емес, ол жерде $50,000, $100,000 да алуға болады да счеттарды. Бірақ та енді біз минимальныйды көрсетіп отырмыз. И сөйтіп сен мысалы ай сайын стабильно там $2,000, $3,000, $10,000 үстіне қосып отыруға болады. Ол мысалы $10,000 үстіне 30% қоссаң, ол $3,000. $3,000 где-то $2,000 ол сенің таза пайдаң. Сол арқылы менің ойымша тоже жақсы табыс табуға болады, ол бізде $1,000,000. Яғни көріп тұрғандарыңыздай негізі қатты қиын емес. Бірақ та енді мен оп-оңай трейдинг деген кез келген адам келіп сразу ақша тауып кетеді деп айтпаймын. Бірақ та бұл жерде кәдімгідей еңбек ету керек, жұмыс жасау керек. И бұның жақсы жағы, сен ешкімге зависимый емессің. Сен әлемнің кез келген точкасында отыруыңа болады. Просто саған телефон, ноутбук болды, сенің басындағы білімің. Содан басқа саған ештеңе керек емес. Енді осылай проб компания арқылы да ақша табуға болады. Енді сіздер айтасыздар, Мирас, мен ол ақшаны жоғалтып алсам не болады? Онда мен сотқа беремін, мен ол ақшаны қайтару керек боламын ба деген сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Ол жерде бізде әрине жоқ дегенмен де жауап келеді. Өйткені проб компаниялардың дневная және общая просадка деген нәрсесі бар. Яғни общая просадка деген ол 10%. Яғни за общее количество времени сен ана $10,000 $9,000 дейін сливать етіп алсаң, яғни $1,000 минусқа кетіп қалса, онда сенің счетың блокқа кетеді. Саған ешкім ақшаны қайтар деп звондамайды, просто счетың блокқа кетеді, сен новыйдан тағы тест сатып алып, соны өтіп, солай торговать ете беруге болады. И және де дневная просадка деген бар, яғни бір күннің ішінде 24 сағаттың ішінде 5%, яғни $500 сен жоғалтып алсаң, онда тоже счет блокқа кетеді. Соның барлығын санап, сені кәдімгі дисциплинированно торговать ету керек боласың. Бірақ та енді біреудің ақшасын істеп тұрғаннан кейін оның барлығын в целом менің ойымша жақсы выгодный условия, win-win. Енді достар, в целом трейдинг деген өте негізі керемет сала. Өйткені Қазақстанда резко прям жақсы өсіп кетуге, менің ойымша трейдингтан басқа мен сала көріп тұрған жоқпын жалпы. Енді басында айтқанымдай, осы жолды дұрыс өту арқылы біздің студенттер 500-ден аса осы трейдерлар, біздің студенттеріміз $3 миллион астам финансирование алды. Осы проб компаниядан болсын, өздерінің тапқан ақшасы болсын, $3 миллион астам, даже $4 миллион менің ойымша жетіп те қалды. Оны біздің Trading Hub KZ деген инстаграмымыз бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Барлық сертификаттар шетінде QR тұрады. Подлинностін тексеріп алсаңыздар да болады. Енді жалпы осылай, енді мен ойымша Алла қаласа осы жылы біздің студенттеріміздің саны көбеюде, сол үшін де $10 миллион астам финансирование уже алады деп ойлаймын мен. Енді в целом реал счетпен де жасап жатқан студенттеріміз өте көп. Реал счетпен мысалы $100 ай сайын где-то $1,000-2,000 стабильно тауып отқандар өте көп. Енді мысалы мында біз Жәнібек деген студентіміз мысалы $500 жоқ $50 $537 бір күннің ішіне жасады. Ойлаңыздаршы, 25 мың теңгеден 265 мың теңге таза пайда жасады. Міне, мұнда тұр барлығы.
И осыны жасау арқылы Жәнібек мырза айтқан маған, мен соңғы $50 болды дейді. Соны жасадым, $537 жетті. Обучение уақытында 480 мың теңге реал счеттан таза пайда тапқан. И сол ақшасын мысалы шығарып алды да, $66, ол кісіде проп-счет алды $10 мың. Сол $10 мың проп-счетін өтті. Оны Instagram, Telegram'нан көрсеңіздер болады, басқа да прибыльдер. Және де бізде өте уникальный студент бар. Ол студент өте үлкен суммалар жасайды. Яғни қарайықшы, міне реальный счет деп тұр, міне көріп тұрсыздар, ешқандай да ДМК емес, реальный счет, MetaTrader. Бір күнде 16 май күні, осы бір күннің ішінде $51 мың таза пайда тапқан. $51 мың таза пайда. Ол бізде 26 миллион теңге. Ойлаңыздар, 26 миллион теңгені в целом қай бизнес саған алып келіп бере алады? Менің ойымша ешқандай бизнес ондай алып келмейді. Егер де, конечно, ол үлкен построенный кәдімгідей бизнес болмаса, в целом с нуля бастаған адам олай алып келе алмайды. И счетында $56 мың жатыр. Сонда 56 мың минус 51 мың, онда ол кісі $5 мың жасаған болып тұр. Яғни $5 мың изначально депозиті болды. Соны бір күн торговляда әрине өте үлкен рискпен жасаған. $51 мың таза пайда жасады. 26 миллион теңге тапты, 2,5 миллиондан. И мысалы мұнда бізде студентіміздің тоже кішігірім результаты, ол мұнда $276 таза пайда тапқан. Ол бізде 130 мың теңге где-то осындай. В целом енді біздің осы Ақжол деген студентіміз бар. Ол кісі стройкада істеген, сөйтіп трейдингқа келген, сразу обучениенің бірінші күні $1 миллион теңге тапты, структура рынктан өткеннен кейін. И в целом ол кісі 2 аптаның ішінде 15 миллион теңге тапқан болатын. Сол 15 миллион теңге тапқан кезде ол кісі айтады, Мирас, мен жылдың соңына дейін, менде уверенность бар, Алла қаласа жылдың соңына дейін, 2026-ға дейін мен $1 миллион жеткізем дейді. Мен айтам, хорошо, көрейік деймін. Содан бері жарты жылдай өтеді, жарты жылдан кейін Ақжол мырза маған жазады. Мирас мырза, сүйінші, мен $1 миллион уже астым дейді. Маған скриншоттарын жібереді. Мен айтам, скриншот маған керек емес. Келіңіз, өмірде көрсетіңіз деймін. Офисқа келеді, ашамыз, бүткіл счеттарын қараймыз. Общая прибыль санаған кезде $1 миллион асып тұр. Мен сол кезде в шоке болдым. Өйткені ол дәрежеге, мысалы, ондай результатқа мен бірнеше жылда жеттім. Ол кісі жарты жылдың ішінде жасады. И ол кісінің енді алғысы бізге деген енді Аллаға шүкір шексіз. Айтады, осы сіздердің берген стратегияларыңыз, сіздердің берген в целом білімдеріңіз осындай дәрежеге жеткізіп отыр деп. И енді оны толығырақ YouTube-тан, интервьюдан біле аласыздар. Ол енді интервью 2-3 ай бұрын жасалғандықтан, ол кезде бізде 125 миллион теңге таза пайда 2 айда жасаған болатын. В целом соны көрсеңіздер болады. Сол жерде барлық историясы бар. Енді екінші, енді біздің Наркес деген студентіміз трейдинг арқылы әкесіне және де өзіне Camry 80 алды. Camry 80-нің бағасы где-то бір 20 миллион теңге тұрса, 40 миллион қап тұр ғой машина вообще. Менің ойымша жаман емес. Және де обучениеда $100 мың проп-счет өтті. Міне мына жерде FXFY деген компаниядан $100 мың осы Наркес аты жөні бәрі жазылып тұр, өткен болатын. В целом, енді міне Camry сатып алғаны барлығы тұр. Вот осы машина. В целом, менің ойымша тоже жаман емес результат. Өйткені ондай результатты екінің бірі шығара алмайды. Тек қана Аллаға шүкір, енді біздің студенттерімізде жақсы получается. В целом, ол енді олардан бөлек енді 100-ден астам мықты біздің студенттер күнде осындай сообщениялармен қуантады. Мирас мырза $2 мың істедім, $100 істедім. Даже $50, күніне $50-60 істейтін студенттеріміз бар. Оны жасырмаймыз. Күніне $50-60 стабильно істейді, ол 25 мың, 30 мың теңге. Жақсы ақша, по сути, өте жақсы ақша. Ары қарай олар өсе береді. И сен күніне трейдинг арқылы бір 40 мың теңге тауып отырш, 40 мың теңге. Сен айдың соңында, сен анау 40 мың теңге күн сайын тауып отырсаң, сонда где-то бір айдың соңында 800 мың теңге тире миллион теңге тауып тұрасың да. Оның өзі негізі жаман емес результат. Өйткені қатты усилия кетпейді мұнда. Сен басында бүткіл усилияны осында бересің, одан кейін ол саған береді. Яғни сен білім аласың, опыт жинайсың, минусқа да кетуі мүмкін, соның барлығына шыдайсың, 2-3 ай бойы шыдайсың, немесе 1 ай, әркімде әртүрлі. Одан кейін ол саған қайтадан отдавать еткен кезде рынок, сенің барлық усилияң, барлық кеткен энергияң, барлық кеткен ақшаларың оккупация етіп кетеді сразу же. Сол үшін де құрметті достар, көрермендер, в целом трейдинг саласы осындай сіздерге мен толықтай енді көрсетуге тырыстым. Жалпы сіздерге өте қатты ұнады деген ойдамын. Барлығын толықтай көрсеттік. Енді осылайша енді байқағандарыңыздай, оп-оңай и самое главное, стабильно айына $1 миллион теңге трейдинг арқылы табуға болады. Болмайды емес, болады. Мен ашық көрсетіп отырмын барлығын. Бәрін қалғандарын Инстаграмнан, Телеграмнан бәрін көрсеңіздер болады. Ана жерде барлық профиттар, студенттердің отзывтары барлығы жазылып тұр. И бұл трейдинг саласын қазір Қазақстандағы номер 1 сала екенін көрсетеді. Өйткені осы трейдинг саласы сияқты сізді
с нуля прям өсіріп жіберетіндей басқа сала жоқ. Қандай бизнеспен айналыссаң да, с нуля бастасаң, сенде как минимум 5, 6, 10 жыл кетеді. Және де оның оккупация ететіні екі талай. Ал трейдинг саласында сен до конца осыны алып кететін болсаң, сен өте үлкен нәтижелер жасайсың. Жалпы енді бізде Қазақстанда көбісінің проблемасы неде? Квартира дейді, машина дейді. Біздің мысалы 18 жасар студентіміз бар, Ерасыл атты. Сол 18 жасар студентіміз 74 миллион теңгеге квартира сатып алды, эстет деген ЖК-дан. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, 18 жастағы адамдардың өзі сондай жасап жүргенде, менің ойымша кез келген адамның қолынан келеді. Енді менің қандай сыйлығым бар деген кезде, менің жеке сыйлығым осы Қазақстанда енді трейдинг саласын жақсы дамытып, көптеген адамдарды жақсы табысқа шығару біздің мақсатымыз болған. Сол үшін де мен сіздерге осындай бір жақсы сыйлық дайындап қойдым. Ол сыйлықтың аты тегін консультация. Яғни сізде көптеген сұрақтар болуы мүмкін трейдинг бойынша. Сол үшін просто мына видеоның астында, YouTube-тағы видеоның астында, описанияда немесе комментарияда закрепленный сообщениеда ссылка тұрады. Ол Google формаға ссылка. Сол Google формаға өтіп, атыңызды және де номеріңізді қалдырып кетсеңіз, мен және менің командам сізге звондап, толықтай трейдинг жайлы қандай сұрақтарыңыз бар, барлық бойынша консультация беретін боламыз. Ол консультацияны көбісі сатады 50 мыңға, 100 мыңға, 500 мыңға, миллионға сатады оның үшін. Біз тегін ақ берейік. Біз халыққа хотя бы осылай болсын, бір көмегіміз тисін деген ниетпен жасап жатырмыз. Және де менің ойымша осы видеоның өзі сіздерге өте қатты пайдасын тигізді деп ойлаймын. В целом мен достар енді барлығын алып тастап достар сөйлесейікші міне. Жылына Қазақстанда инфляция қанша процент? 20% құрайды. 20%. Яғни сен қазіргі біздің 2 миллион 100 мың теңге, бұрынғы миллион теңге 2015 жылғы. Яғни 10 жылда 120% инфляция өсіп кеткен. 120% инфляция өсіп кеткен. Ойлаңыздаршы, ол біз минусқа кетіп қалдық деген сөз ғой. Сонда біздің ақша 100% құнсызданып кетті 10 жыл арасында. 100%-ке құнсызданып кетті. Ал енді 2020-дан 25 жылды соңғы 5 жылды санайтын болсақ, инфляция 53% құрап тұр. Яғни 53% дегеніміз сол бұрынғы 2020 жылғы 470 мың теңге, қазіргі миллион теңге. Почти былайша айтқанда жарты ақша құнсызданып кетті. Ойлаңыздаршы, олай ақша табу невозможно. Инфляция өсіп жатыр. Продукттардың, үйлердің, машиналардың бәрінің бағасы өсіп жатыр, бірақ та сіздердің осы көп зарплатада жүрген адамдардың табыстары сол қалпы, зарплаталары сол қалпы. Солай 500 мың теңге алдың, бір 5 жылдың ішінде 600-700 мыңға көтерді. Оның өзі жеткіліксіз ғой, по сути. Оның өзі жеткіліксіз. Сол үшін де трейдинг саласында доллармен ақша табасыздар. Доллармен тапқандықтан саған ешқандай инфляция қызық болмай қалады. Сол үшін де достар, в целом трейдинг саласы менің ойымша өте қазір әлемдегі номер 1 сала. Осы салаға мен сіздерді шақырам. Осы видео арқылы сіздер трейдинг маған келе ма, келмей ма білулеріңізге болады. Немесе просто номерлеріңізді дайректке жазып кетіңіздер, там Google формаға описанияда қалдырып кеткенбіз. Соған жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге консультация береміз, мен және мен командам. И сол арқылы сіздер уже білетін боласыздар. Трейдинг саласы маған келе ма, келмей ма, сол арқылы өздеріңіз вывод шығарыңыздар. Енді жалпы қазағым, өмірді өзгертетін кез келді. Ертең деп жүре бермей, күтіп жүре бермей, бір чудоны аспаннан алма түскенін, ақша түскенін күтіп жүре бермей, жалпы осы бір саланы бастап, қорықпай, тұманның ішіне кіріп тұрып, өздеріңіздің бұл әлемдегі ризық несібелеріңізді алып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.